Достар, сәлем. Бүгін мен сіздерге қарыздан құтылу техникасымен бөлісетін боламын. Жалпы бұл техника ондай қатты қиын емес, жеңіл, бірақ та жұмыс жасайтын техника. Мен оны осыдан 3 жыл бұрын ең алғаш Балқия Балтабайдың курсынан білген болатынмын, және де осы техниканы жасап көріп, 1 жылдың ішінде кішілі үлкен өзімнің қарыз кредиттерімнен құтылған болатынмын. Бұл техниканы қалай жасау керек? Ең алдымен қандай да бір істі бастамас бұрын біз алақай ниет етіп алуымыз керек. Қарыздарымнан оңай, жеңіл түрде аман-саулықта құтылуымды нәсіп ет деп. Қолыңызға қағаз алып, өзіңіздегі барлық қарыздарды, кредиттерді рет-ретімен жазып шығыңыз. Банктен алған кредиттеріңіз болсын, өзіңіздің жақындарыңыздан, тумаларыңыздан, подругаларыңыздан алған қарыздар болсын, соның барлығын жазып шығу керек. Жалпы біз өзіміз қарыз кредит бар екенін білеміз, бірақ та именно жазу барысында біздің миымызға сигнал барады, қарыз кредиттен құтылу керекпін деген. Осы техниканы обязательно жасап көріңіздер, көмектеседі. Сосын ай сайынғы тапқан табысыңыздан, қарыздарыңыздың ішіндегі минимальный суммадан бастап құтылып, сызып, галочка қойып отырасыздар. Және бұл техникамен қатар ютубтан Ая Әжібектің ақша потогын ашу деген медитациясын 30 күн бойы жасаған болатынмын. Прям сезініп, маған банк карталарыма ақша түскенін, және де қарыз кредиттен құтылғанымды барлығын елестетіп, солай жасаған болатынмын. Сіздер де жасап көріңіздер, көмектеседі.